Бәріне сәлем, құрметті оқушылар, құрметті әріптестер. Бүгін бізде 6 қыркүйек 2021 жыл көптен күткен геоид еду оқу орталығының онлайн платформасы іске қосылды. Алдағы уақытта дәл осы платформа бүкіл Қазақстандағы география пәнін таңдайтын оқушыларға ең үлкен көмекші құрал болады деп үміттенеміз. Және сол үшін жалпы жұмыс жасаймыз. Енді осы барлықтарыңыз көптен күткен платформаның ішкі құрылысымен таныстырайын. Бірден айта кететін нәрсе, платформа әлі толыққанды 100%-ға аяқталған жоқ, әлі де жасалынатын жұмыстары біраз бар, бірақ ішіндегі негізгі функциялары қолдануға жалпы жарамды қазіргі кезде, және ол алдағы уақытта күн сайын біртіндеп толыға береді. Енді кеттік, бастайық. Бірінші мынау geoid-edu.kz осы адрес бойынша жалпы сайтқа кіреміз платформаға. Кірген кезде мына негізгі қазіргі главный менюға мән бермейміз. Бұл жері әлі реттеледі. Барлығы дизайн барлығы жасалады. Әзірше осылай. Бізге бұл жері керек емес. Біз бірден сайтқа кіргеннен кейін мына жерде логин деген кнопка бар міне. Сол жағында оң жағында үстіңгі шетте осы логин деген кнопканы басамыз міне. Осыны басқаннан кейін geoid edu платформасына тіркелу окносы пайда болады. Осы жерде міне, егер тіркелмеген болсаңыз, тіркеліңіз. Тіркеліңіз кнопкасын басамыз. Мына жерде міне кәдімгі кез келген әлеуметтік желіге ең бірінші кірген кездегідей Инстаграмға болсын, ТикТокқа болсын, сол сияқты мынандай тіркелетін бізде окно пайда болды. Енді осы жерге өзіміздің ақпараттарымызды енгіземіз. Міне аты жөніміз бірінші, электронды почтамыз, және де міне пароль жазамыз осы жерге. Пароль, және сол парольді қайтадан көшіріп жазамыз. Так, осы бойынша міне тіркелу батырмасын басамыз, одан кейін әрқайсыңыздың жеке кабинеттеріңізге доступ ашылады. Так, міне жеке кабинетімізге доступ ашылды. Жеке кабинеттің ең басты жалпы беті осылай көрінеді. Мына жерде барлықтарыңызға қолжетімді ең негізгі базовый функциялар бар. Енді ішіндегі функциялармен таныстырып кетейін. Негізінен жалпы платформа толыққанды дайын болғанша, тағы да алдағы 1-2 апта ішінде платформа ішіндегі барлық функциялар былайша айтқан кезде қолжетімді болады, яғни тегін болады. Ал барлығы дайын болғаннан кейін 1-2 аптадан кейін тек қана 2 тегін функция қалады. Барлық оқушыларға оның өзі өте маңызды функциялар. Қалған курсқа байланысты ақпараттық функциялардың барлығы біртіндеп осы платформаның ішінде доступ ретінде жеке сатылатын болады, яғни курсымыз ретінде. Енді бірінші жеке функциялармен таныстырып шығайын. Ең астынан бастайық. Бірінші барлығына жаппай алдағы уақытта тегін бола беретін 2 функция бар. Ол бізде міне сұрақ-жауап, және де ең соңындағы астындағы материалдар. Материалдар деген не? География пәнінен ұбт-ға дайындалу үшін қандай материалдар керек, яғни қандай кітаптар керек? Ол бізде мектеп бағдарламасының 7-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі кітаптары. Сол кітаптардың барлығы платформаның ішіне жазу күйінде енгізілген. Бұндай енгізілудің артықшылығы неде? Жалпы PDF форматындағы жай ғана кітапта біз кез келген бір параграфта, кез келген бір термин сөзді, өзіміз іздеп жүрген тақырыпты іздеп табу үшін өте көп уақыт құртамыз. Кейде оны таппауымыз да мүмкін. Қолдану өте ыңғайсыз. Ал мына платформаға кітаптар алдағы уақытта осы аптаның ішінде енгізіліп басталады. Енгізіліп болғаннан кейін әрбір кітаптың ішінде, яғни іздеу функциясы іске асатын болады. Кез келген кітаптың ішіне кіріп, поисктан өзімізге керек тақырыпты, өзімізге керек сөзді іздеп, дәл сол жерде өзімізге керек ақпаратты бірден іздей аламыз. Яғни өте қолайлы. Тек қана мектеп бағдарламаларынан бөлек, жалпы география пәнінен дайындалу үшін қандай маңызды материалдар қажет болады, сол материалдардың барлығын осы жаққа жүктеп қоятын боламыз. Яғни материалдар жалпы алған кезде бүкіл Қазақстанның оқушылары географияға байланысты материалдармен толық қамтамасыз етілетін болады, және ең бастысы бұл тегін функция. Екінші өте маңызды және тағы да қуанышты жаңалық сіздер үшін. Бұл да тегін функция барлығына. Бұл бізде поисковик былайша айтқан кезде. ұбт-да география пәнінен келген кез келген сұрақты жауабын табу үшін, яғни мысалға бір пробный тест тапсырып болғаннан кейін, сол пробный тест бойынша қатемен жұмыс жасау үшін осы сұрақ-жауап бөліміне кіресіздер да өздеріңізге керек сұрақты іздейсіздер. Мысалға, оңтүстік Америка деген сияқты. Мына жерге мен жазамыз. Ең негізгі поиск системасын қолданудың негізгі ережесін айтайын. Сұрақты толыққанды жазудың керегі жоқ, өйткені дәл сол ұбт-да сізге келген сұрақты сөзбе-сөз бұл жерге енбеген болуы мүмкін. Неге? Өйткені ұбт-дағы сұрақтар, бір сұрақтың өзі қайта-қайта перефразировать етіліп,
бірнеше формада берілуі мүмкін. Сол себепті сұрақтың ішіндегі ең негізгі кілттік сөздерді ғана жазып, сол арқылы өзімізге керек ақпаратты ішінен тауып алсақ болады. Бұның ішіндегі база қазіргі кезде 70%-ке толығып тұр. Алдағы уақытта бұл жердегі де сұрақ жауаптардың базасы үлкейе беретін болады. Күннен күнге платформамыз үлкейіп дами беретін болады. Және оның үлкейіп дамуына сіздер де үлес қосуларыңыз керек. Неғұрлым көп оқушылар қолданған сайын, география таңдайтын достарыңыздың барлығына осы платформаны кеңес беріп таратқан сайын, біздің де тез платформаны жақсартуға деген былайша айтқан кезде мотивациямыз ашыла бастайды. Осы екі негізгі функция, міне материктік тақталар жасылмен міне жауабы берілген. Міне сұрақтар осылай табылады. Міне оңтүстік Америка деген кезде оңтүстік Америкаға байланысты міне қанша сұрақ жауап шықты. Ішінен өзімізге керегін кілттік сөздер арқылы іздеп тауып аламыз. Ары қарай жаттығу ойындар деген ол ең соңында ашылатын бөлім. Бұл бөлімнің ішінде географиялық номенклатураға байланысты картадан басып берілетін әртүрлі викторина ойындар құрастырылатын болады алдағы уақытта, бірақ ол ең соңына қалатын нәрсе. Оған дейін үстідегі екі функциямен таныстырып кетейін. Жалпы сұрақ жауап материалдардан бөлек үстіндегі үш функция, сабақтар, тест тапсыру және жаттығу ойындар, бұл үшеуіне доступ ақылы түрде сатылатын болады. Оның бағасы туралы толық ақпаратты мен Geoid.edu инста парақшасында толық жариялайтын боламын. Сол жақтан алдағы аптаның ішінде көрсеңіздер болады. Пост ретінде жеке ақпараттар шығады. Енді бұл жерде не болады? Бірінші сабақтар бөліміне керек. Сабақтар бөлімінде жалпы осы Geoid.edu'дың менің жеке өзімнің видео сабақтарым үш формада. Біріншіден ол тақырыптық сабақтар, мысалға физикалық географияның сабақтары, экономикалық географияның жеке тақырыптар бойынша түсірілген сабақтар, олар қазір түсірілу барысында. Екінші бөлімде бізде тест талдау видеолары 2016 жылғы базадан бастап қазіргі кездегі жаңа базаға дейінгі сұрақтар, әр жылдың база сұрақтарынан ең негізгі сұрақтар талданып видео ретінде осы жаққа салынып отыратын болады, толықтырылып. Бұның да біраз видеосы уже түсіріліп қойған, алдағы уақытта жүктеледі. Және номенклатура, үшінші. Номенклатура деген картамен жұмысқа байланысты арнайы түсірілген видео сабақтар, яғни мысалға географиялық номенклатураның маңызы өте зор, өйткені тестте келетін 35 сұрақтың көпшілігіне картаны жақсы білетін оқушылар еш қиналмай жауап бере алады. Сол себепті жер бетіндегі ең негізгі объектілер, мысалға бәрі білуі керек, оқушылардың бәрі білуі керек, ең негізгі түбектер, ең негізгі шығанақтар, сол сияқты географиялық номенклатураға байланысты видеолар осы бөлімге салынатын болады. Бұл видеоларда уже түсіріліп қойған, алдағы уақытта енді базаға жүктеу ғана қалды. Жалпы алғанда курстың негізгі сабақтары осындай 3 бөлім түрінде жүзеге асады. Осылардың барлығына доступы ашылады ақылы түрде. Бұл бірінші. Екінші өте маңызды біздің Geoid.edu платформасының ең негізгі бір артықшылығы деп те айтуға болады. Ол бізде пробный тест тапсыру мүмкіндігі. География пәнінен ең негізгі ключевой момент жаңа форматтағы тест. Көптеген УБТ-ға дайындайтын порталдарда, онлайн платформаларда онлайн тест әлі күнге дейін жаңа форматқа көшірілген жоқ. Және ең алғашқы болып осы Geoid.edu'дың география пәнінен енгізілген осы тестін тапсыра аласыздар. Енді бұл тесттің артықшылықтары неде? Ең негізгі артықшылығы тура барлықтарыңыз нағыз УБТ-ға тапсыратын тест-центр орталығының жүйесі бойынша, яғни солардың ережесі бойынша құрастырылуы. Ол қалай? 35 сұрақтың, бізге келетін 35 сұрақтың әр қайсысы, мысалға бірінші сұрақ белгілі бір базаның ішінен случайно таңдалып алынады. Мысалға 200 сұрақтың ішінен біреуі бірінші сұрақ ретінде таңдалып алынады. Екінші сұрақтың өзінің алынатын базасы болады, 200-300 сұрақтың ішінен. Үшінші сұрақтың алынатын сондай базасы болады. Сөйтіп бізге әр базадан случайно таңдалынып, уникальный сондай жаңа нұсқа алдымызға шығарылып беріледі. Бұның ішіндегі сұрақтар базасында мен алдағы уақытта одан бетер толықтыра берем. Қазірдің өзінде жеткілікті мөлшерде жаңа форматтың бұрынғы базалардың сұрақтары өте көп енгізілген. Олардың барлығын тұрақты түрде қадағаламыз. Және тағы бір артықшылығы, қазір айта бергенше бір рет тапсырып көрсете салайын, кеттік. География пәні бойынша 35 сұрақты тестті бастау. Міне тестті бастаймыз. Бізге міне 35 сұрақтық жаңа форматтың тесті алдымызға шықты. Бірінші сұрақ міне масштаб түрі 1 сантиметрде 100 метр дейді. Бұлай берілген масштабты біз міне атаулық масштаб деп атаймыз. Осылай міне екінші сұрақ, үшінші сұрақ, осылай белгілеп өтіріп кете берейік қазір. Барлығына тоқталып отыратын уақыт жоқ. Басып кете берейік. Кейін соңында бір көрсететін нәрсе бар. Ең тағы бір айтып кететін нәрсе, бізге контексттік тапсырмалар уже енгізіліп қойған.
ұбт пробный тест тапсыру системамызға былтырғы жаңа форматта пайда болған тапсырмалардың ерекше түрі. 21 мен 25 сұрақтардың арасы контекстік тапсырма. Осы жерден де міне белгілейміз. Ары қарай 26-дан бастап көп жауапты сұрақтар. Мән беретін нәрсе осы өткенде ғана болған нағыз ұбт-ның кезінде шыққан слип сұрақтардың барлығы менің алдымнан өтті, бүкіл Қазақстан бойынша. Жан-жақтан оқушылар маған естерінде қалған сұрақтарын жазды, оған байланысты мен разбор видеолар түсіргем. Және сол кезде жинақталған база бойынша мен сол базалардан сұрақтардың барлығын құрастырып, варианттармен осы базаға уже салып қойдым. Яғни сіздер бұл тестті тапсыру арқылы өткенде ғана болған нағыз ең соңғы ұбт-ның сұрақтарын осы жерден көре аласыздар. Қандай болғандығын және соларды өздеріңіз тапсырып көре аласыздар практика ретінде. Бұл немен жұмыс жасаған оқушы, яғни дәл осы платформаның пробный тестімен жұмыс жасаған оқушы нағыз ұбт-да ешқандай проблемасыз кіреді. Өйткені тест-центрдің жасайын деп тұрған сұрақтарын, оларға деген жалпы тест-центрдің системасына бір жыл бойы осы платформадан дайындалған оқушы бірден бейімделіп, былайша айтқан кезде профессионально дайындалып шығады. Міне осылай белгілеп шығады. Ең соңында міне уақыт беріледі. Бұл тестке айтпақшы 35 минут. География пәнінен жалпы тестке негізінде 35 минут жеткілікті. Әрбір сұраққа 1 минуттан деп есептегеннің өзінде 35 минут артығымен жетеді. Сол үшін сіздерді бір жағынан уақытпен жұмыс істеуге де үйретеді. Өйткені тестте, нағыз тесттің кезінде оқушылар қобалжығаннан көп уақытын құр жоғалтып қоюы мүмкін. Сол үшін қазірден бастап нағыз сол ұбт-ның системасына, сол жердегі атмосфераға дәл осы платформаның тестті дайындайды. Енді қараңыздар, шамамен осылай белгілеп болдық, енді барлығын басып үлгермейміз. Тестті аяқтау бастайық. Аяқтауды басқан кезде бізге қанша балл жинағанымды шығарып береді. Міне мен қазір 5 балл жинаппын, енді барлығын белгілеген жоқпын, бәрін өтірік белгілеп тастадым. Белгілеп тастағандарым ішінде міне дұрыс болып шыққандары бар екен. Соның жалпы баллы 5. Әрбір сұрақты басқан кезде міне мысалға бірінші сұрақ біздің белгілегеніміз В жауабы дұрыс, атаулық масштаб осылай жасыл түспен жанып тұрады. Одан бөлек төртінші сұрақта мысалға біздің белгілегеніміз міне қызылмен беріліп тұр, С-ны белгілегеніміз мына жерде көрініп тұр. Бірақ ол қате міне қызылмен. Және де дұрыс жауабы көрініп тұрады жасыл түспен. Ең негізгі артықшылығы осыда. Яғни кез келген тестті тапсырып болғаннан кейін дәл сол тесттің артынша бірден қай сұрақтардан қате жібердік және оның дұрыс жауабы қандай осы жерден түртіп алып қатемен жұмыс жасауға болады. Бұл тағы да бір пробный тесттің артықшылығы. Және де ең маңызды, ең негізгі тағы бір артықшылық мына жерде жеке кабинет деген бөлім бар. Бұл жеке кабинет деген бөлімге кірген кезде қазірше жасалынған жоқ, бірақ жалпы дайын тұр негізінде, жақында іске қосылады. Жеке кабинет деген бөлімге кірген кезде сіз соңғы рет қай күні сағат нешеде не істедіңіз, яғни тест тапсырдыңыз ба, сұрақ жауаптан бір нәрсе іздедіңіз ба, сол сияқты соңғы іс-әрекеттеріңіздің барлығы жеке кабинетте тізіліп көрініп тұрады. Соңғы тапсырған тесттеріңіздің нәтижелері көрініп тұрады, яғни былайша айтқан кезде прогресстеріңіз қалай жүзеге асып жатыр. Балыңыз көтеріліп жатыр ма, немесе төмендеп жатыр ма, немесе вообще өзгеріп жатқан жоқ па. Соның барлығын осылай тіркеп өздеріңізге ұсынып беріп отырады ақпараттарды. Және де әрбір тапсырған тестіңіздің историясын қайтаран көруге болады. Алдында тапсырған тестте қандай сұрақтар келгендігін, ол жерде қайсына дұрыс жауап бердіңіз, қайсына қате жауап бердіңіз, сол ақпараттардың барлығы беріледі. Жалпы алғанда география пәнінен оқушыларға, енді осыған дейін география пәнінен біраз оқушыларды дайындағандықтан, жалпы географиядан профессионально дайындалып шығу үшін не қажет? Соның барлығын мүмкіндігінше осы платформаның ішіне енгізуге тырыстық және біразын енгіздік шын мәнісінде. Және алдағы уақытта платформа біртіндеп өзінің функцияларын арттыра береді, біртіндеп дами береді. Сіздерден керек нәрсе жай ғана осы платформаға кіріп, дайындап қойған нәрсені былайша айтқан кезде қолданып достарыңызға тарату ғана. Сол себепті барлықтарыңызға алдағы ұбт-да сәттілік, дайындықты қазірден бастаңыздар. Және мына платформадағы барлық функциялар әзірше тегін болып тұрған кезде, алдағы 1-2 апта тегін бола тұрады. Былайша айтқан кезде платформа толықтай аяққа тұрып кеткенше. Соған дейін күніне әрбір аккаунт күніне 1 рет пробный тест тапсыруға мүмкіндігі бар. Сол үшін күнделікті мүмкіндікті жоғалтпай, күнделікті тест тапсырып, нәтижелеріңізді тіркеп, бөлісіп отырыңыздар. Яғни жалпы осындай. Басқа да сұрақтарыңыз болса, курсқа байланысты, басқа да ақпараттар керек болатын болса, бізді Instagram парақшадан табасыздар. Geoid.edu Instagram парақшасы. Сол парақшада курсқа да байланысты, осы жалпы біздің платформаға байланысты барлық сұрақтарға жауап беріледі.
барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.